Сәлем достар, бүгін біз комплекс туралы сөйлесеміз. Итак, әр адам әртүрлі сәттерінде өзін сәл тырысып, қысылысып, адамдар арасында именно бір түрлі сезінген и өзінің тұла бойында бірнеше комплекстері бар екен, білген, сезген. Ал енді комплекс деген не? Соны талқылайықшы. Комплекстің ішіне бірнеше сезімдер мен эмоциялар, ойлар кіреді. Чаще всего комплексы бар адам өз-өзінен ұялады. Көпшілікке шыққан кезде өзін көрсетуге, танытуға ұялып тұрады. Көзін астына түсіріп тұрады ұялғаннан. Азғантай ғана орынды алып тұрады. Лишний раз сөз айтуға ұялады. Егер бір нәрсені айтып қалса, қызарып кетеді. Немесе бір сасқалақтап бір түрлі болып кетеді. Тост айтуға ұялады мысал үшін. Қойшы, мен айтпаймын, сен айтшы деп тұрады. Сонымен қатар өзін кішкентай, ұғымсыз, мәнсіз сезінуі мүмкін. Басқалардың сөздері қайда авторитетті, басқалардың істеген тірлігі қайда менікінен жақсы деп ойлауы мүмкін. Адамдардың ойынан, басқа адамдардың ойынан қорқып тұрады. Өз пікірін айтуға қорқады. Ашық әңгімеге шығуға қорқады. В целом вообще сондай комплексы бар адамның тұла бойында көптеген қорқыныштар, фобиялар болуы мүмкін. Переживаниялар, беспокойство, тревога болуы мүмкін. И закомплексованный адам, оны былайша айтқанда невротик деуге болады. Яғни неврозға ұшыраған адам. Невроз дегеніміз не? Невроз бұл невротичное состояние дейді. Невротиктің тұла бойында, психикасында екі бөлім бар. Бір бөлімі сау, екінші бөлімі невротик болып келеді. Яғни қорқыныш, үрей, ұялу, тырысу сияқты сезімдері өте көп сол невротикте. И именно осы екі ішіндегі бөлімі, сау мен невротик, екеуі бір-бірімен саудаласып тұрады. Шешім қабылдай алмай, сомневаться етіп тұрады, қандай шешім қабылдасам болады, не істесем болады деп постоянно уайымдап жүреді. Яғни ішіндегі сау жағы адамға не пайдалы, не жағымды, не маңызды екенін айтып тұрады. Ал екінші невротик бөлімшесі керісінше, мынау дұрыс емес, былай істейік, ананы айтқаны дұрыс, ой мен қорқам, ой ол жерге бармаймыз, ой мынау тірлікті бастамаймыз деп постоянно артқа тартады адамды. Яғни тұла бойында екі қасқыр бар десек болады. Бір қасқыры сау, екінші қасқыры сау емес. Неврозды емдеудің ең басты білген маңызды нәрсесі бұл осы сау жағын кеңейткен маңызды. Анау невротик қорқып тұратын, ұялып тұратын жағын емес. Именно сау жағын тыңдап, сау жағын естіп, сол сөзіне, саудың сөзіне сену маңызды. Невротиктің ең көзге көрінетін белгісі ол өз-өзіне сенбейді. Өзінің ойын авторитетті санамайды. Кейбір невротиктерде тіпті өзінің ойы да жоқ сияқты, өзінің желаниялары жоқ сияқты. Мысалы, сен қазір нені қалайсың? Например, невротик қыз подружкалармен кафеге барған кезде, заказ берген кезде, или күйеуімен кафеге барған кезде, заказ берген кезде не заказ беретінін білмей тұрады. Ой, сен не жейсің? Ананы жейсің бе? Маған да соны заказ бере сал. Деп даже таңдау жасай алмайды. Магазинге, дүкенге барған кезде, киім таңдаған кезде өзіне не ұнайтынын білмейді. Сатушылардан 10 сағат солармен ақылдасады, күйеуіне звондайды, подругалармен бірге мамасымен барады. Қай киім таңдаймын деп бәрінен сұрап шығады. Өзінің мнениесі жоқ сияқты. Өзінің өзі жайлы мнениесі жоқ сияқты. Бұл невротиктің белгісі. Невроздың бірнеше деңгейі болады. Жеңіл деңгейлерін
Невротик өзі ақ емдей алады. Керекті информацияны оқып, анализ жасап, өзін ондай ситуациядан шығара алады, невроздан. Бірақ орташа және күрделі деңгейлерді невротик өзі шығамайды ондай ситуациядан. Неврозды өзі емдей алмайды. Ол кезде психологқа барған өте маңызды. Психологпен бірге өзін естуге, дұрыс жолын табуға амалдайды, бірге сондай шешімге келеді психолог арқылы. Ал енді комплекстерге келетін болсақ, комплекстің түбі бұл адамның өз-өзінен ұялуы, яғни өз-өзін жақтырмауы, өз-өзін болдырмауы деген сияқты. Мен басқалардың алдында қандаймын деген оймен жүреді комплексті адам. Мен туралы басқалар не ойлайды? Мен басқаларға ұнау керекпін дейді. Чаще всего комплекс бұл внешность, бет-келбеті, сыртқы бет-келбетіне қатысты болады. Әсіресе әйелдерде. Бірақ еркектерде де кездесіп тұрады. Қарным шығып кетті, арқам бүкірейіп кетті, андай-мұндай бетім әжім болып кетті деп еркектерде айтуы мүмкін. Бірақ чаще всего, конечно, әйелдерде кездеседі. Әйелдер бойым шілей ұзын, немесе бойым шілей қысқа, шашым біртүрлі сирек, анан шаш қалың, мынан көз үлкен, менікі кішкентай деген сияқты түрлі комплекстер өте көп. Сол сыртқа көпшілікке шыққан кезде әйел адам сол өзінің дене бөлшектерінен ұялады, дене мүшелерінен ұялады. Менікі андай емес, менікі мынандай емес деп. Ол комплекстер неден туылады? Сол бәріміз бір-бірімізге жағымды болсақ қой, бәріміз бізді бірдей қабылдаса, қадірлесе, көпшілік мені әдемі санаса ғой деп ойлайды. Бұндай адам, закомплексованный человек, өз-өзін жақсы көрмейді, өз-өзін қабылдамайды, өз-өзіне сүйіспеншілікпен қарамайды, керісінше өзін кінәлайды, өзін осуждать етеді, өзін ұрса береді, өзіне жақсылық яғни көрсетпейді. Ал енді осы түбіне келетін болсақ, шын мәнінде басқа адамдар сіз туралы ойламайды тіпті. Максимум 5 минут мүмкін подругалармен обсуждать етсе, сізді достармен обсуждать етсе, болды сонымен. 5-ақ минут өмірінен бөлетін шығар. Қалған уақытта әр адам өзінің проблемасын ғана ойлайды, өзінің қамын ойлайды. Басқаларды ойлап жүруге оның уақытысы жоқ, еш адамның уақытысы жоқ. Ал енді қараңыздар, мен туралы кім не ойлайды деген ой, деген қорқыныш, бұл өр көкіректің белгісі. Біздің ойымызша өр көкірек адам деген ол өзінше адам деп ойлаймыз. Бірақ бұл дұрыс емес. Өр көкіректің екі жағы болады. Бір жағы өзіншелік, менменшілдік болса, екінші жағы, менменшілдіктің екінші жағы бұл керісінше. Мен кішкентай адаммын, менің мәнім жоқ, мәнсіз адаммын, ұғымсыз адаммын, анандаймын, мұндаймын, мынау жерім нашар, анау жерім нашар деп ойлау. Яғни өз-өзіне маңыздылықты көбейту, керісінше маңыздылықты көбейту. Егер өзіншелік бұл плюс жағынан өзін мақтай беріп, сондай өзін крутой сезінетін адам болса, керісінше мен нашармын деген, ол да маңыздылықты көбейту деген сөз. Ол да өр көкіректің белгісі. Яғни, невротиктің ойынша, басқа адамдардың ойы сол адам жайлы, өзінің өзі жайлы ойынан қайда маңызды деп ойлайды. Яғни басқа адамдар маған көп көңіл бөледі деген ойда, мен туралы ойлайды деген ойда. Бұл не деген менменшілдік. Айтып өткендей, өзге адамдар бізге көп көңіл бөле бермейді. Ойларында да көп көңіл бөлмейді.
өзіңіз де тексеріп көрсеңіз болады. Сіз мысалы соседкаңыз жайлы немесе подругаларыңыз жайлы күннің ішінде көп ойланасыз ба? Әлде жұмыстың, тірліктеріңіздің, бала шағаларыңыздың қамын ойлайсыз ба? Нені ойлайсыз в течение дня? Соны салыстырып көрсеңіз, басқа адамдар да тура сондай. Күні бойы сізді обсуждать етіп отырмайды. Сондықтан комплексті жеңудің ең үлкен қадамы 50% десек те болады. Сіз жердің центрі емес екенін түсіну. Сіз туралы әлемнің бәрі ойлап жүрген жоқ. Осыны түсіну. Осыны түсінгеннен кейін қарапайым, жай, нормальный, спокойный өмір сүруге болады, өз-өзін көрсетіп. Ешкім сізді миында салыстырып тұрмайды. Салыстыру деген не? Біз кіммен салыстырамыз? Сол журнал бетіндегі әйелдер бізден әдемі, модельдер, әншілер бізден әдемі деп ойлаймыз ба? Ол әйелдер күнделікті өмірде сондай үлкен макияж жасап, красный дорожкаға киетін көйлекпен жүрмейді. Кез келген әйелді алсақ, тура сондай макияж жасап, көйлек кигізсек, ол жұлдыздардан айнымайды. Бәріміз бірдейміз. Бәрімізде де Құдай берген жанымыз бар, өміріміз бар. Тек осы өмірді бақытты сүру ғана қалды бізге. Вот біздің ең басты мақсатымыз. Бақытты өмір сүру. Маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, астында почта немесе Instagram арқылы жазылуға болады. Сонымен қатар өзіңіз қалай ойлайсыздар, сізде қандай комплекс бар, не жайлы переживать етесіз, осының бәрін, өзіңіздің пікірлеріңізді де астында комментарийға жазсаңыздар болады. Бүгінге осы, келесі көріскенше сау болыңыздар.